Баршаңызға сәлем. Қауынның адам ағзасына пайдасы. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Қауын асқабақ тұқымдасына қияр туысына жататын бір жылдық ыстыққа төзімді жарық сүйгіш бақша өсімдігі. Өзінің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты бұл өсімдік кез келген жерде өсе бермейді. Ауа райы ыстық Қазақстанның оңтүстік аудандарында, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжанда егіледі. Мақсаты қауынның өзіндік ерекшеліктерін таныта отырып, оның адам ағзасына тигізетін пайдалы жақтарына терең талдау жасау, қауынды тұрмыста пайдалану және оның емдік қасиеттерін ашып көрсету. Қауынның отаны, қауынның ең алғашқы пайда болған мекенін дөп басып айту қиын, дегенмен қауынның отаны Мысыр деген болып тұжырым жасауға бірнеше дәлелдер бар. Есте жоқ ежелгі заманнан бері мысырлықтар Ніл өзенінің аңғарларында қауынның алуан түрлі сорттарын өсіріп келген. Қабырғаларға салынған қауын суреттері мұның айқын дәлелі бола алады. Қауын гректер мен римдіктерге де бағыз замандардан бері танымал. Итальяндықтардың сүйікті тағамдары болғандығы соншалықты зиялы қауым өкілдерінің өзі тамақтану мәдениетін естен шығара отырып, қауынды асқан ашқарақтықпен жейтін болған. Тарихшылардың айтуынша Рим императоры Клавдия Альбин таңғы асқа 10 қауынды бірден жеген екен. Қауын көкөнісіне сипаттама: жапырағы ірі, кезектесіп орналасқан, жіңішке сабағы буындарға тарамданып, жер бетіне төселіп өседі. Гүлі сары, дара жынысты, қос жынысты түрде кездеседі. Жемісі көп тұқымды, жемісінің түсі де, пішіні де сорттарына байланысты әртүрлі болады. Салмағы 200 граммнан 16 килограммға дейін. Қауын жемісінің құрамында 4,5-18%-ға дейін қант, 0,6% ақуыз, С, ПП витаминдері, каротин болады. Құрғақшылыққа төзімді, сазда, құмайт, құмды жерлерде жақсы өседі. Пісу кезінде суарса немесе жаңбыр жауып топырақты ылғал шамадан тыс көп болса, дәмі кемиді, кейде шіріп те кетеді. Қауын сорттары мен түрлеріне қарай әңгелек, әміре, күләбі, торлама, саржау тағы басқа топтарға бөлінеді. Қауынды тіліп, кептіріп, қауынғақ жасайды, қауын құрт қайнатады, тосап, мармелад тағы басқа дайындайды. Қазақстан жерінің көпшілігінде қауын егіле бермейді, тек кейбір аудандарда ғана көп егіліп, одан сапалы әрі мол өнім алынып жүр. Қауын әсіресе Қызылорда, Шымкент, Жамбыл, Семей, Орал, Ақтөбе аудандарында көбірек егіледі. Қауын егілетін жерде жергілікті ылғал, күннің жылылығы 18-22 градус, жылы болса, олардың өсуі жақсарып, өнімділік артады. Сыртқы белгілеріне мыналар кіреді: жемісінің көлемі, түрі, қабығының сыртқы түсі, олардың әртүрлі сызықтары, тұқымның үлкендік, кішілігі және түстері әртүрлі болады. Ішкі белгілеріне қауын қабығының жұқалығы, дәмді, дәмсіздігі, жемісінің пішінінің әртүрлілігі, жеміс қабығының сырты жылтыр, жартылай жылтыр болып келуін еске алу керек. Қауынның негізгі түрлері: қасабат, ананас, эфиоп қауыны, күләбі, канталупа, колхозник, торпеда қауындары. Қауынның адам ағзасына пайдасы: қауынның құрамында қант, А, П, С дәрумендері, аскорбин қышқылы, темірдің минералды тұздары, калий, натрий және фруктоза, сахароза, глюкоза көміртектері бар. Қауын тек дәмі тіл үйіретін жеміс қана емес, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары өте көп. Халық шаруашылығындағы маңызы: қауынның дәмі өте тәтті, жемістерден кем емес. Асы дәрумендері болғандықтан жүрек пен бауырдың жұмыстарын жақсартады, ағзаның жалпы тонысы көтеріледі. Темірдің мөлшері тауық етінен 2 есе, балықтан 3, сүттен 17 есе көп. Қауын етінен өңдеп тосап, пюре, компот, повидло, цукат дайындайды. Қауын балы құрамында 60% қант бар. Қауын тұқымында 35% май болады. Қауын майы кеуіп кететін болғандықтан одан жоғары сортты бояу дайындайды. Қауын жемістері малға өңдеу ұсақ немесе сүрленген түрде азыққа пайдаланылады. Қауынды сабын, топан қосып сүрлейді. Қауын жемісімен азықтандырылған малдардың сүт өнімі жақсы және оның майлылығы да жоғары болады. Қауынды мына өнімдермен бірге қабылдауға болмайды: сүт өнімдері мен алкогольді ішімдіктермен бірге қолданғанда ас қорыту жүйесінің бұзылуын тудырады. Бала емізіп жүрген аналарға тұтынуға болмайды, ол баланың ас қорыту жүйесіне кері әсер етуі мүмкін. Қант диабетімен ауыратындар үшін тұтынуға болмайды, өйткені қауында қант мөлшері көп. Асқазан ішек жолдарының жұқпалы аурулары кезінде гастрит, асқазан және ұлтабар ой жарасы ауруымен ауыратындар үшін болмайды. Қауын табиғаттың тамаша сыйы: дұрыс тұтына білсе, адамға денсаулық пен сұлулық және көтеріңкі көңіл күй сыйлайды.
Қауын халық медицинасында белгілі бір мағынаға ие. Қауын құрамында қант көп, ол асқазан ауруларына ем, беттегі безеуді, сепкілдерді кетіруге көмектеседі. Ет қайнап жатқанда қауынның қабығын салса жұмсақ болады. Оның құрамында фолий қышқылы болғандықтан қан аздық ауруларында кеңінен қолданады. Жемістерін туберкулез, бронхит, ревматизм ауруларында қолданады және жүрек қан тамыр ауруларында, бүйрек пен бауырдың дерттерінде қолдану ұсынылады. Ежелден ақ қауын шырынын ішек құрттарына қарсы ем ретінде тамақ аурулары мен созылмалы жөтелге қарсы қолданған. Қауынның қартаюға қарсы тамаша қасиеттері бар. Шығыста былай дейді: қауын ерінді балғын, көзді жас, шашты жылтыр етеді. Кептірілген қауын жеңсік тағам. Әдетте қауынды табиғи күйінде шикідей жейді, бірақ сонымен қатар одан әртүрлі тәтті тағамдар дайындалады. Тосап, джем, коктейль, салат, мармелад, торт, балмұздақ, желе, компот жасалынады. Қауын көру қабілетін жақсартады. жұпар-иісті қауынның құрамында А дәрумен тері мен көздің шырышты қабығын қалыпты жағдайда ұстап тұрады. жұпар-иісті қауын А дәруменнің негізгі көзі, ал бұл дәрумен көру қабілетін жақсартуға әсер етеді. Айта кету керек, А дәрумені бар көкөністерді пайдалану өкпенің қатерлі ісігі мен ауыз қуысы ауруларының алдын алуға көмектеседі. Арықтауға арналған қауын диетасы. Қауын диетасы ең тиімді диеталардың бірі. Бұл диетадан соң елеулі өзгеріс және жылдам нәтиже болады. Сонымен қатар бұл диетамен қауынның несепайдағыш қасиеті негізінде бүйректі тазартуға болады. Қауын диетасын бір апта бойы ұстаған жөн. Егер бұл диетаны бір апта ұстасаңыз, 5 кг артық салмақтан арылуға болады. Қауын диетасының ерекшеліктері: қауын қарынды тойдырады және ұзақ уақыт бойы тойып тұрғандай сезімде боласыз. Қауынның құрамында өсімдік өзегінің клетчатка көп мөлшері бар. Сондықтан ас қорыту жүйесін қалпына келтіруге, ағзаны қоқыстан және артық тұздан тазартуға көмектеседі. Қауын қосымша энергия береді және өмірлік тонусты жоғарылатады. Қауын табиғи майды ыдыратқыш, ол ағзадағы ауыр майлардың және зиян холестериннің шығуына ықпал етеді. Піскен қауынды қалай таңдау керек? Қауынның піскенін тексеретін бірнеше әдістер бар. Біріншіден, қауынды қағып көру керек. Егер қатаң дыбыс шықса, қауынның піскенін және диетаға жарамды екенін білдіреді. Егер ұяң дыбыс шықса, қауын толықтай піспеген. Екіншіден, егер қауын піскен болса, оның өткір әрі жағымды иісі болады. Егер қауын піспеген болса, одан шөптің иісі шығады немесе мүлдем иіс шықпайды. Үшіншіден, жемістің сыртқы келбетіне мән беріңіз. Қауынның шіріген немесе зақымдалған жерлер болмау керек. Жақсы қауынның сабағы қалың болады, ал қауынның піскенін білу үшін сабағына қарама-қарсы беттегі қыртысын басып көру керек. Шала қауынның сол тұстағы қабығы қатты, ал піскен қауынның қабығы басқан кезде аздап басылып, жұмсақ екендігі байқалып тұрады. Қауынды бақшада өсіру. Қауынды Қазақстанның оңтүстік аймағының қолайлы климаттық жағдайында өсіреді. Тұқым отырғызуды 8-10 см тереңдіктегі топырақ 15-17 градусқа дейін қызған кезде сәуір айының соңына қарай бастайды. Кеш түсуі мүмкін, көктемгі үсік есепке алынады. Жекелеген кішігірім желден жақсы қорғалған күн түсетін учаскелерді және аулаларда тұқым отырғызуды 5-6 күн ерте бастауға болады. Қауын өсіру үшін 2-3 жыл сақталған тұқымды пайдаланған дұрыс. Былтырғы егіннен қалған ұрықты 2 сағат бойы 40-50 градуста қыздырып барып отырғызады. Қорытынды. Қауын төмен калориялы жеміс түрі, оның 100 граммында небәрі 33 калория болады. Сондықтан оны артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар іш тазалауға әсер етеді. Егер ішекті зиян заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз. Кімнің бауыры мен қуығы ауырса, сол адамдарға қауын өте пайдалы. Бүйректен тас пен құм шығарады. Қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ағзаңызды әртүрлі аурулардан құтқарып, иммунитетіңізді қатайтады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Жазда шөлге жақсы. Көңіл күйді көтеріп, ұйқысыздықтан арылтады. Шаршау және ашушаңдықты басады. Денедегі тіндердің зақымдануына қарсы ферменттер түзеді. Осымен қауынға байланысты, қауынның пайдалы жақтарына қатысты жобамыз аяқталды. Бейнебаянымыз ұнаса, арнамызды қолдап лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Алда тағы да қызықты жобалар ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.